Шайды кеш қойдың. Кешіріңіз, бала түнде ұйықтамады. Біз де бала өсірдік. Bir ауыз айтшы. Бұл үйде сен келінсің. Орныңды ұмытпа. Тағы да кеш тұрдың ба? Нағыз келін күн шықпай тұру керек. Бала түнде жылап шықты. Сылтау айтпа. Біз де бала өсірдік. Келін дым істей алмайды. Жайған дастарханы мынау. Шешесі дым үйретпеген ғой. Мамаға айтшы, мен уже шыдай алмаймын. Шыдаш, мама ғой. Мен сенің әйелімін ғой, мені неге қорғамайсың? Осы үйде келін жоқ па, қашан тамақ ішеміз? Келіннің жұмыстан келгенін күтіп шаршадық. Сағат неше болды, мына келін әлі келмеген ба жұмысынан? Айттым балам саған, ол келін болып жарытпайды деп. Тамақ істеуді білмейсің, былжырап кешкі тамақты түнгі сағат 10-да ішеміз ба? Неге жұмысыңнан ертерек шықпайсың? Сені күні бойы күтті ғой. Тамақ істеп үйдің тірлігін жасау сенің міндетің, келін. Иә, түсін. Ендеше, баста. Әй, келін, мына үстелдің үсті неге жабысып тұр? Түнде жұмағансың ба? Қалай тазыр, тағы бір сүртіп шығамын. Шай дайын, келіңіз. Мынау не? Шайдың түсі өлік сияқты ғой. Сүтті неге аяйсың? Біздің кезімізде шаң сорғыш болған жоқ, қолмен ақ жарқыратып жуатынбыз. Осы сенің шешең саған ештеңе үйретпеген бе? Мама, анама тиіспеңізші. Қолымнан келгенше істеп жатырмын ғой. Сәл де болса жақсы сөз айтсаңыз қайтеді? Енді маған ақыл айтайын дедің бе? Тілің шығып кетіпті ғой. Арман келсін, бәрін айтып берем. Мені сыйламайтыныңды білсін. Балам-ау, сен жоқта мына қатының маған не демет десеңші. Өз күнімді өзім көрем, сіздің ақылыңыз керек емес. Қартайғанда өз үйімде өзім сыймай қаламын ба деп қорқамын. Әйгерім, тағы бастадың ба? Мамамның жасы үлкен ғой, неге үндемей құтыла салмайсың? Арман, мен таңнан кешке дейін тыным таппаймын. Бірақ бір жылы сөз естіген емеспін. Мама, сіз мені өз балаңыздай көрсеңіз болмай ма? Мен біреудің мәпелеп өсірген қызымын ғой. Әйгерім, тоқташы. Қайда барасың түн ортасында? Мамам ғой, айтады да қояды. Арман, мәселе мамаңның айтқанында емес, сенің соны көріп тұрып үндемегеніңде. Тоқта! Кете беремін. Кете берсін, басқасын тауып берем. Жоқ! Қайта кел! Шеше, тамақтайын ба? Жоқ, Арман, қолың тимеді. Қазір ыдыс жуып жатырмын. Тамақ жоқ па? Ой, балам-ау, бәріне қалай үлгерем? Әйгерім болғанда жақсы істеп қоюшы еді. Мама, сіз келініңізге күн көрсетпедіңіз. Ол кеткен соң бұл үйдің берекесі де кеткендей. Мен оны сағындым.